Самуил Маршак, қазақшаға аударған Әбдікәрім Ахметов. Сыпайылық туралы жыр. Мәселенсіз, сыпайысыз, солжаң бала емессіз, онда қартқа орныңызды ұсынасыз, егессіз. Мәселенсіз, сыпайысыз, сізге лайық солнаңыз, онда әркез мүгедекке тигізесіз қолғабыс. Мәселенсіз, сыпайысыз, онда сабақ кезінде сыпсың қағып сөйлеспейсіз, сауысқандай безілдеп. Мәселенсіз, сыпайысыз, онда келіп өзіңіз анаңызға болысыңыз, осының өзі іс. Мәселенсіз, сыпайысыз, онда жолына сізге тән кешікпейтін әдемі әдет отрядтық жиыннан. Мәселенсіз, отрядтық жиыннан бұрын келген жолдастарың 5 минуттық жиынға бос өткізсе уақыттарын, болдың өзі қиын-ақ. Мәселенсіз, сыпайысыз, онда әрине бұл айғақ. Кітапхана кітаптарын ұстамайсыз жыл айлап. Мәселенсіз, сыпайысыз, онда күнін оздырмай өткізесіз. Кітапты сіз жыртпайсыз тоздырмай. Мәселенсіз, сыпайысыз, онда жасы кішіге тиіспейсіз, бас имейсіз. Білуші едім бір баланы, тәртібі оның тым нәзік, дей алмайсыз, ол бұзық.